Алматы облысы Сарқан ауданы Екаша ауылы Екаша орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Туканова Алтынай Сакеновна. Дүниетану 4 сынып 1-90 1 апта 1 сабақ. Сабақтың тақырыбы еліміздің әкімшілік аймақтарға бөлінуі. Балалар сабақтың тақырыбын тыңдай отырып, көре отырып, мақсаты қандай болады деп ойлайсыңдар? Қане болжау жасап көрейікші. Дұрыс айтасыңдар балалар, сабақтың мақсаты әкімшілік аймақ дегеннің не екенін білу. Әкімшілік аймақтарды бір-бірімен салыстыруды үйренеміз. Қазір мен сендерге ширату тапсырмасын ұсынамын. Қазақстан аумағының әкімшілік аймақтық картасына қараңдар. Одан қандай ақпарат алуға болады? Еліміздің аумағы қандай бөліктерге бөлінеді? Картадан өзің тұратын облысты тап. Облысыңның әкімшілік орталығы қай қала? Жақсы балалар, дұрыс айтасыңдар. Қазақстан аумағы 5 әкімшілік аймаққа бөлінеді. Еліміздің аумақтары мынадай бөліктерге бөлінеді. Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан, Солтүстік Қазақстан және Орталық Қазақстан. Ал енді адам өзі тұратын елді, облысты, қала немесе ауылды туған өлке деп атайды. Біз өзіміздің туған өлкемізді сүйеміз, сондықтан осыны есімізден шығармайық. Балалар, біз барлығымыз Қазақстан елінде тұрамыз. Қазақстан Республикасы тәуелсіз ел. Евразия құрлығының орталық бөлігінде орналасқан. Қазақстан ішкі құрлықтық мемлекеттердің ең ірісі болып саналады. Жерінің көлемі жөнінен дүние жүзінде 9-шы орын алады. Евразия құрлығында Ресей, Үндістан, Қытайдан кейін 4-ші орында тұр. Қазақстанның батысында Еділдің төменгі ағысы, Каспий маңы мен Тұран ойпаты, шығысында Алтай таулары, солтүстігінде Батыс Сібір жазығы, оңтүстігінде Қызылқұм шөлі мен Тянь-Шань тау жүйесі орналасқан. Қазақстанның аумағы 17 әкімшілік аймаққа бөлінген. Олар 14 облыс және республикалық маңызы бар 3 қала: Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент. Нұр-Сұлтанның аумағы 722 шаршы шақырымнан асады. Тұрғындар саны 1 миллионнан асады. Қала 4 ауданнан: Алматы, Сарыарқа, Есіл және Байқоңыр ауданынан тұрады. Нұр-Сұлтан Қазақстанның орталығынан солтүстікке қарай құрғақ далалық өлкеде, құрғақ бозды бетегелі дала аймағында орналасқан. Қала аумағы аласа терраса жайылма жер бедері түріне келеді. Есіл өзені елорданың басты су көзі саналады. Шымкент қаласы. 2018 жылы Шымкент қаласының халқы 1 миллионға жетті. Шымкент республикалық мәртебесі бар 3-ші қала атанды. Облыс орталығы Түркістан қаласына көшірілді. Алматы. Алматы Қазақстанның ең үлкен қаласы. Ол Тянь-Шань тауларының солтүстігінде, Іле алатауының баурайында, Қазақстан Республикасының оңтүстік шығысында орналасқан. Алматыда 1.897.143 адам тұрады. Әр облыс өз алдына бірнеше әкімшілік аймаққа, ауданға бөлінеді. Балалар, енді осыған байланысты тапсырма орындап көрейікші. Назарларыңды мына картаға аударыңдар. Өзің тұратын облыстың картасына қарап, оның құрамында қандай аудандар бар екенін айт. Балалар, егер тапсырманы орындаған болсаңдар, мына дескриптор арқылы өздеріңді бағалай қойыңдар. Мысалы балалар, Алматы облысында 17 аудан бар. Олар Ақсу, Алакөл, Сарқан, Балқаш, Еңбекші Қазақ, Ескелді, Жамбыл, Кеген, Кербұлақ,
Көксу, Қарасай, Қаратал, Панфилов, Райымбек, Талғар, Ұйғыр, Іле аудандары. Балалар, біз Қазақстанның ауыл шаруашылығы мен өнеркәсібі жақсы дамыған, бай мемлекет екенін білеміз. Ал сендер Қазақстанның әр аумағы қандай шаруашылықпен айналысатынын білгілерің келе ме? Олай болса, назарымызды келесі картаға аударайық. Қазақстанның ауыл шаруашылығы мен өнеркәсібінің карта сызбасына мұқият қараңдар. Қазақстанның әр облысы несімен танымал екенін айтып беріңдер. Дұрыс балалар. Мысалы, батыс өңірінде түйе шаруашылығы, балық шаруашылығы жақсы дамыған. Шығыс өңірінде марал шаруашылығы, етті-сүтті мал шаруашылығы жақсы дамыған. Ал солтүстігінде егін шаруашылығы, оңтүстік өңірінде түйе шаруашылығы мен қой шаруашылығы жақсы дамыған екен. Жақсы балалар, сонымен біздің бүгінгі сабағымыздың мақсаты әкімшілік аймақ дегеннің не екенін білу. Әкімшілік аймақтарды бір-бірімен салыстыруды үйрену болатұғын. Енді осы сабағымызды қаншалықты меңгергендеріңді қорытындылау үшін мына тапсырманы орындайықшы. Еліміздің аумағы қанша бөліктерге бөлінеді? Қазақстан аумағы қанша әкімшілік аймаққа бөлінген? Олар неше облыс? Республикалық маңызы бар қанша қала? Балалар, бұл сұрақтарға жауап беру үшін сендерге көмекші сандарды беріп отырмын. Осы сандарды дұрыс орын-орнына орналастыра қойыңдар. Жақсы балалар, сендер тапсырманы дұрыс орындады деген ойдамын. Енді өздеріңнің жауаптарыңды тексере қойыңдар. Еліміздің аумағы 5 бөліктерге бөлінеді. Қазақстан аумағы 17 әкімшілік аймаққа бөлінген. Олар 14 облыс, 3 қала. Әлі де іздену керек болса, пікірлеріңді маған жазып жіберсеңдер болады. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.